Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздерге осындай қарқыра құрағының тігілу жолын көрсететін боламыз. Ол үшін бізге керекті материалдар: құрағымыздың астына бөз қолданамыз, шыт қолдансаңыз да болады. Енін 15 см, ұзындығын өзіңізге керек размерде кесіп аласыз, және де соның ортасын белгілеп сызып аласыз. 15 см ортасын 7,5-да 7,5 қылып бөліп сызып аласыз. Құрағымызға ұзындығы 9 см, ені 3,5 см лента. Осындай ленталарды көбірек дайындап алып, және де 6,5-да 6,5 осындай квадратымызды ортасынан бөліп үшбұрыштар дайындап аламыз. Ендеше құрағымызды бастайық. Мына сызылған сызыққа жасыл матамызды қойып, мына бұрышын сызыққа келтіріп, инемен қыстырып аламыз. Енді қызыл лентамызды түгін төмен қаратып, жасыл матаның шетімен бірдей етіп орналастырамыз. Осылай тігіп шығамыз. Мінекей, тіктік. Қызыл матамызды, лентамызды инемен қыстырып аламыз. Енді тағы бір лентамызды алып, түгін төмен қаратып, мына тігіске қалған жасыл матамыздың тігіске қалған жерінен бастап бірдей қылып қоямыз. Астыңғы жасыл матаның тігістегі жерімен бірдей қылып қоямыз. Мінекей, тіктік. Инемен қыстырып аламыз. Енді жасыл үшбұрышты матамызды алып, мына екі тігілген матаның қиылысқан жерімен бірдей қылып жасыл матамызды қоямыз. Мына жағынан да, үшбұрыштың мына жағынан да тігіске орын қалдырамыз. Инелерімізді аламыз. Мінекей, жасыл матамызды ашып, мына бұрышын манағы сызығымызға келтіріп, инемен тағы қыстырып аламыз. Осылай келесі қызыл лентамызды тігеміз. Тағы да түгін төмен қаратамыз. Жасылымыздың шетімен бірдей қылып алып,
мінекей инемен қыстырып аламыз. Тағы да түгін төмен қаратамыз. Мына жасыл астыңғы матаның тігіске қалған жерімен бірдей қылып қоямыз. Қызылдың үстіне шығарып, инемен қыстырамыз. Тағы да осылай қайталай береміз. Жасыл бұрышымызды алып, екі қызылдың біріккен жерімен осы жеріне бірдей қылып жасылды қоямыз. Жасылымызды ашамыз. Сызығымызбен жасылдың бұрышын келтіріп, инемен қыстырып аламыз. Түгін төмен қаратуды ұмытпаймыз. Енді соңғысын тігеміз. Менің өзіме керек жеріне келгенде соңғы қатарында екі қатар қызыл жүргізіп жіберем.
Оның қазір себебін түсіндірем. Ең соңғы өзіме керек жеріме келгенде 3 бұрышты мата қоймай-ақ 2 қатар қызыл жүргізіп жіберем. Мінекей, маған осы ұзындық жеткілікті. Енді мына артық жерлерін қию үшін алдымен тігіс жүргізіп аламыз. Мінекей, осы тігіс басталған жерден бастап осылай тігіс жүргізіп шығамыз, тігіп шығамыз. Енді артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Мінекей, осымен қарқыра құрағымыз дайын. Мінекей қыздар, мына қарқыра құрағын көрпешенің ортасына, тігіп жатқан көрпешемнің ортасына біріктіріп тіктім. Осындай әдемі болып шығады құрақтармен біріктіргенде. Сонымен достар, лайк басып, достарыңызды біздің каналға шақыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.